رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Аса қамқор ерекше мейірімді Раббымыз Алла Тағаланың атымен бастаймыз. Барлық мақтаулар бүкіл әлемдердің жаратушысы Раббымыз Аллаға тән, пайғамбарымызға Алланың сәлемімен игілігі болсын деген келеді. Құрметті көрермендер, биылғы жылы қасиетті Рамазан айы 2021 жылдың 13 сәуірінен басталатын болды. Яғни 12 сәуір күні ниет қылып, 13 күннен бастап ауыз берік болады. Қасиетті Рамазан айы дейтін себебіміз, бұл қасиетті Рамазан айында пайғамбарымызға ең бірінші Құран түсіріле бастаған ай. Алла Тағала өзінің қасиетті Құран Кәрімде біз бұны, яғни Құранды Рамазан айында түсірдік деп, Рамазан айының қасиетін, маңызын айтып жатыр. Демек, пайғамбарымыздың уақытында адам баласы тұңғиыққа батып бара жатқан кезде қасиетті Рамазан айында пайғамбарымызға Құран келіп түсті. Ақ пен қараны ажыратты. Ненің күнә, ненің күнә емес, ненің адал, ненің арам екенін үйретті. Демек, осы қасиетті Рамазан айында Құран түсірілгеннен кейін біз қасиетті Рамазан айында не істеуіміз керек екенін Алла Тағала Құранда өзі баяндады. Алла Тағала біздің ораза ұстағанымызға немесе садақа бергенімізге мұқтаж емес. Дегенімен де Алла Тағаланың жаратқан құлдары, сіздер мен біздер Алла Тағаланың мейіріміне, рахымына, кешіріміне мұқтажбыз. Сол себептен де пайғамбарымыз айтады, Рамазан айының алғашқы 10 күні кешірім, рахым 10 күндігі, екінші 10 күндігі кешірім 10 күні, үшінші 10 күндігі тозақ отынан құтылатын 10 күндік деген. Сол себептен осы айтылған уәденің бәрі орындалып, барша ораза ұстаған мұсылмандарымыздың оразалары қабыл болып, Алла Тағаланың рахымына бөленіп, күнәлары кешіріліп, тозақ отынан құтылуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Қасиетті Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Рамазан я Рамазан Рамазан